қыздарына қайран қалам. Бұл енді не мақсатпен жасағандар өздеріне мәлім, бірақ бұл біздің арымызға, рухымызға. Әрине бұны игнор жасап, мән бермеуге де болады, бірақ мән бермесеңіз, жазаламаса, жазаланбаса, тәйт дейтін адам болмаса, тентегін тезге салмаса, қоғам ірит, хаос болады. Сол себепті біз енді осы нәрсені айтып отырмыз, ескертіп отырмыз. Бұл қыздың үстіндегі киім, бұл кеше біздің шешелеріміз киген киім, әжелеріміз киген киім. Бұл сәукелі ардың тазалығын көрсететін киім. Қазақ ұлтының арының, намысының жоғары екендігін, оның ішінде әйел адамның. Тіпті ислам келгенге дейінгі сақ құн даласында арына, намысына сызат түспеген келіншектерді, аналарды, қыздарды осы сәукелесімен жерлеген. Мені қадірлағайын. Бірақ сол біздің ата-бабаларымыз ар мен намыстың, пәктіктің, тазалықтың символы деп қабылдап жүрген сәукелемізді анадай жаман қыздар айналып билейтін трубаға айналдырып, соны билетіп қойған. Бұл неге бұрын ертерек емес, және президенттің мынандай ұсынысынан кейін, Қазақстан президентінің ұсынысынан кейін неге ол шықты? Бұл жерде енді бұл ұлтқа деген қастандық болуы мүмкін, және біздің президенттің сөзін қорлау ниеті болуы мүмкін. Соған деген агрессиялық қарсылықтарын осылай әдейі әжуалап, стриптиз билейтін трубаға оралып тұрған қыз бейнесінде берді деп біз есептейміз. Оның үстіндегі хамзол, кешегі арлы намысты апаларымыз, қыздарымыз киген қамажай көйлек. Осының барлығын аяққа таптап, сенің қоғамың мынадай негізі. Сенің құнды деп жүрген нәрсенің барлығы мынаның трубасына оралды. Осының күйесіне жағылды деп бізді қорлауға алып келіп отыр. Енді бұл нәрсеге жол бермеу керек, бұны шығарған адамдарды табу керек. Ұлттық киімімізді біз қорлауға, кешегі шешелеріміз, әжелеріміз киген киімді біз қорлауға біреуге беріп қоймаймыз.